Сәлем құрметті менің YouTube көрермендерім, бүгінгі тақырып бір айлық балаға жасалатын массаж көрсетемін. Соған массаж көрсетемін. Петличка жоқ, дауысқа қатты мән бермеңіз, енді жай шығып жатса. Аяқ астынан түсіріп отырмық. Так, бұл менің пациентім. Қатты нагрузка жасамаймыз бір айлығында. Общий массаж жасалады. Туылған кезде тазы үйлеп берген дәрігерлер 3-4 курс алу керек негізі, бір жасқа дейін. Бір айлық балаға қатты нагрузка салмаймыз, достар. Өзі әр айға әртүрлі жасалады. Жоқ, общий массаж жасалады бәріне. Бірақ андай не қосатын приемдары бар да әр айға. Мұқият видеоның соңына дейін қараймыз. Лайк басып кетейік видеоға, достар. Видеоға лайк басайық. И каналға тіркеліп кетіңіз, подписаться етіп, төменде қызыл кнопка тұр. Обязательно лайк басамыз. Табандарын жақсылап уқалаймыз. Табандарын бәрін уқалаймыз. 7, 6 деген сандарды қоссаңыз болады, 8 деген. Бір айлық баланың табандарына көбірек уқаласаңыз, енді дамып жатқан бала ол өйткенше табанына көбірек мән берсеңіз, жақсы көмегі бар барлық денесіне. Бір айлық балада көбінесе негізі қалыпты жағдайда гипертонус болады. Бір айлық балада да. Ол 4 айға дейін болады, 4 айға дейін болады. 3-4 айында қалыпты жағдайда кете бастайды. Ал біреулерде кетпейді. Чирurgия қатты болады, гипертонус біреулерде тырысып алады ғой. Сіздің балаңыз ондай қатты қорқатындай гипертонус жоқ. Бір айлық балдардың көбінесе ішіне жел қарысады, колика болады. Сол ішінен мазастанып жылайды. Памперс кигізгенде, мысалы, хаггис кигізіп жатырсыз ғой. Әртүрлі памперс кигізе бермеу керек та. Бір памперс жақпай қалуы мүмкін, аллергия беріп кетуі мүмкін да. Памперстен де аллергия беріп, бұты қызарып кетеді баланың. Соған да қатты мән беру керек. Легкий жасалады, общий классический массаж. Сосын бір айлық балдардан кейбіреулерден тікен шығады. 40-на дейін көбінесе тікен шығады кейбір балдарда. Сіздің балада шықпай шыққан жоқ па әлі? Шықты кеше. Кеше шықпайды бақша? Кеше тікен шықты баладан. Қазір тағы да ұқалып көреміз. Тікен шығар ма екен, шықпай ма екен. Достар, осы видеоны WhatsApp группаларға, подружкаларыңызға, достарыңызға жіберіңіз. Жақында босанайын деп жүрген. Кішкене көмегі болсын, білмей жүрген заттарын үйреніп алсын біліп деген сияқты ғой. Ол міне тікен шығып, достар, жақындап тұрыңыз. Достар, міне қараңыз, жақсылап. Өстеп жайлап уқалаған сайын шығады. Қазір тағы да көрейік уқалап. Лайк басамыз, достар, лайк басамыз видеоға. Өстеп уқалайсыз. Тікен болғанда түк қой, бұл жүндерді, жүн. Просто тікен деп аталып кеткенде қолға бататын болғасын. Міне, көрініп тұр ғой да? Тағы да жақындаңыз. Достар, міне көрініп тұр ғой. Бұны мына памперстің мынандай лягушкасымен алып тастайсыздар. Немесе қамырмен алып тастаңыз болады. Видео біткесін алып тастаймыз. Болды, алыстан сүріңіз. Міне достар, екі аяғында уқалап боласыздар ғой. Осындай ЛФК жасайсыз. Легкий, қатты нагрузка салмайсыз. Легкий міне. Аяққа көбірек мән береміз. И ішінде уқалаймыз жалпы. Ішіне проблема жүрген жоқ па? Іші желденеді. Желденіп жүр ма? Көріңіздер достар, бір айлық балаларда көбінесе іші желденеді. Қазір ішінде уқалап көрсетейін. Оппа. Мынаны беккенде до конца апармайсыз басы жағына дейін. Орта жолға дейін міне. Ал уже 6 айынан бастап до конца апара берсеңіз болады да. Оппа. Молодец, егіз жыламай жатшы. Бәлік балдар жыламай жатса ғой. Ердің асы дірілдемей ма? Дірілдейді, ердің асы. Ердің асы дірілдейді. Достар, міне алақандарына да осылай жақсылап ұстайсыздар ашып. Мына қатты нагрузка салып жүрмеңіз. Өзін ұстайтын прием бар, міне ұстап тұрасыз да. Міне алақанын ашып тұрып, осылай жасасаңыз болады. Бір айлық балдарда айтатымын, 90% балдарда гипертонус болады негізі. Қолдарын қатты жұмып болады да. Осылай өзіңіз ашсаңыз да болады. Ана ауылды жерде тұратындар бар да, массаж жоқ, соларға көмек болсын деп жатқанымыз ғой. Дұрыс қой. Ауылды жерлерде массаж жоқ, бұл жерде болады ғой. Қалаға шыға алмайтындар, соларға көмек болсын деген ниетті түсіріп жатқаным ғой. Екінші жолына өтеміз. Алақанын жасаймыз жақсылап. Бір айлық балдарда кейбіреулерде андай не болады айтпақшы. Сарысы болады да балада. Кәдімгідей бетіне шығып тұрады, көрініп тұрады да. Қатты сарысы болған кезде балаға массаж істеуге болмайды. Оны кетіріп алып жасау керек та.
негізі бір ай, 2 айда кете бастайды ғой уже. Бір айдан кейін кетеді, негізі кету керек. Аздап барады сағыз. Не онда сізде қорқатын емес. Чуть-чуть қой. Сосын бір айлық балдарда жауырын көп жабысады. Жауырында мұқият қарап. Міне қараңыз, бүйтіп қарайсыз. Қолды артқа қаратамыз. Бүгеміз кішкене. Көрдіңіз ғой, жауырын, иықтарын жақсылап қарап қоясыз ғой. Мойындарын, чтобы жабысып қалмас үшін. Ішпен көп жатқыза беріңіздер уже. Ішпен көп жатқыза беріңіз. Ішпен көп жатқызсаңыз, балада көп колика болмайды. Ішіне көп желі қарыспайды да. Сосын мына мойын бұлшығы тез қатаяды. Мойнын тез ұстайтын болады. Уақытысында еңбектейді, уақытысында отырады, белі омыртқасы тез қатаяды да. Ішпен көп жатқыза беріңіздер. Бір айынан бастап үйрете беру керек та. Сосын қазір енді жазы келе жатыр ғой. Күнге шығара беріңіз. Короче, сағат 11-ден, то есть 10-нан 12-ге дейін ғой. 10-нан 12-ге дейін. Күнге шығарыңыз. Күннен бала D3, кальций бітіре алады да. Күннен бала. Обедке дейін күнге шығарасыз. Кішкене. Сосын балаға массаж істегенде, массаждан кейін шомылдырып болмайды. Бірінші шомылдырып боласыздар ғой. Содан кейін бар массаж істейсіздер, майлайсыздар. 40-на дейін шомылдырады бұл нәрсе балаларды. Шомылдырып болғаннан кейін жасайсыздар да. Ал массаждан кейін сразу шомылдырып болмайды. Салқын тек қалуы мүмкін балаға. Полный общий массаж жасаймыз ғой балаға. Сол кезде баланың клеткалары ашылады, майда-майда көзге көрінбейтін нелер бар да. Денеде клеткалар. Солар ашылады да массаждан. Омыртқаға тиіспейміз, достар. Омыртқаға тиіспейміз. Мойнына да көбірек уқалайсыздар. Себебі уже 2 айына дейін сіз дайын болуыңыз керек та. Мойнын қатайтып, ішіне мойнына көңіл бөлесіздер ғой. Сосын осы 1 айдан бастап мойнын 2 жаққа қарап үйрете беріңіздер. Чтобы 90% балада баланың мойны 90% қазір балдарда бір жаққа көп қарайды да. Соның алдын алу үшін 2 жақпен емізіп, мойнын 2 жаққа қаратып үйрете беріңіздер 1 айдан бастап. Чтобы ертең қиналып қалмас үшін. Бір жаққа қатып қалады да бүйтіп. 5 шығып береді біреулерден еден. Соны қазірден жас аналарға кішкене лайфхак. Сізде үйреніп алыңыз. Негізі памперсті алып тастайсыз массаж істейтін кезде. Мені видеоға түсіріп жатқаннан кейін көтенін көрсетуге болмайды да. Міне достар, тікенді қазір памперспен алып тастаймыз. Міне қараңыз, кәдімгі жүн ғой, негізі жүн кәдімгі. Түк терінің астынан шығады. Осыдан да бала мазасызданып жылайды, кейбіреулер көп ұшады. Денесіне батады да баланың. Кейбір балдардың жауырыннан да шығады. Иә, жауырыннан, яқтан шығады, бытыжы салатын жер қолынан шығады, жамбасынан шығады. Өз балаңызға өзіңіз диагностика қойып үйрену керек та. Бала мазасызданып жылап жатқан кезде қарау керек, чоп-чоп. Құлағын басып көру керек, мойындарын қарау керек, жауырынын қарау керек, аллергия жоқ па? Мойнын қарау керек, аллергия жоқ па? Қиылып кетеді да біреудің мойындары. Қызарып, иә. Шатын қарайсыз, жауырынын қарайсыз, сосын тікен жоқ па, уқалап көресіз. Аузына стоматит жоқ па деген сияқты бәрін қарайсыздар ғой сөйтіп. Легкий жасайсыз. Ішінен жел шығып жатыр. Сосын ішінен жел шығарудың тағы бір несі лайфхак сіздерге. Міне 2 жамбастан осылай түк етіп ұрасыз. Міне 2 жамбастан. Балаға ауырсыну болмайды. Бел жағына тимейсіз, 2 жамбасынан кәдімгі. Потом сырғытып жібересіз да, жел шығады іштен. Мынандай гимнастика жасап жүрсеңіз, 1, міне 2, 3, көріп жатыр ғой да? 1, 2, оппа, міне 1, 2, 3, көрдіңіз ғой да? Асықпай, саспай істейсіздер ғой. Емшегін сығып жүрмеңіздер, емшегін сығуға болмайды негізі. Медицинада запрет. Ішіне жасаймыз потом сосын достар. Ішіне жел қарсады көбінесе балдардың, жаңа 1 айлық балдардың. Май жағып аламыз осылай сағат тілімен достар, сағат тілімен өстеп айналдырасыз кішкене басып та. Балаға кішкене неприятный болуы мүмкін.
бірақ үлкен дәреті шығып, сосын ішінен жел шығып, нормально болады да. Үлкен дәреті босап деген сияқты. Іші қатып қалады ғой кейбіреулердің. Буботик немесе испумизан, укропный вода беру керек дәрігердің нұсқауымен. Солардың біреуін да. Бұларда по-любому өйткені жел қарсады да. Сосын емізген кезде, емеді ғой, емізген кезде де толық алу керек та, омырауды. Толық алмаса да сол аузынан да ауа кіреді да, жел қарсады. Өйсті, ол қалай әшейін бетіп сипалаумен кішкене бастан қырап та. Батырып. Кішкене баттан қырайсыз да. Достар, лайк басамыз, видеоны WhatsApp группаларға жіберіңіз, достарыңызға біліп жүрсін. Жаңадан босайын деп жатқан қыз келіншектерге жіберіңіздер. Жаңадан тұрмысқа шыққан біліп жүрсін. Міне көрдіңіз ғой, ішіне. Бүгін видео түсіретінін білгенде форма киіп шығардым ғой. Петличканы да ұмытып кеттім. Жасап болғаннан кейін, достар, міне лайфхак тағы. Бала қалып жағдайда 3 айынан бастап, жел шығып ішіне қараңыз. 3 айынан бастап жайлап аунап бастау керек, бір жаққа хотя бы ше. Соны уақытысында 3 айында уже тез аунап кету үшін мына әдісті қолданасыз. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Қатты шайқамайсыз, осылай аккуратно. Осы приемды жасасаңыз, бала уже 3 айында уақытысында аунайтын болады. 1, 2, 3. Вот, ем болсын, лайк басамыз, каналға тіркелеміз, видеоны обязательно WhatsApp группаға таратыңыз. Все.